Көрменің үміт деп аталуы бекер емес. Бұл жаңа Қазақстан құру демек өзгеріске деген үмітті білдіреді. Сондай-ақ суретшінің үміт деген әжесіне тартуы. Әжесі бір ғасырға жуық өмірлік жолында екі дүниежүзілік соғыс, төңкеріс пен ашаршылық қуғын сүргін, Кеңес одағының ыдырауын көрген. Көрмеде 3 зал бар. Бірінші залға қойылған инсталляция бірнеше қазаннан құрылған. Ал дала мәдениетіне төңкерілген қазан шығын, ойран болған ошақ пен шайқалған шаңырақтың белгісі. Бұл қазақ тарихынан сыр шертетін көрме. Үміт деген атау алған. Мына жағын-жағымдағы төңкерілген қазандарды көрдіңіз бе? Оның да өзіндік себебі бар. Мұнда автор Балқаш маңындағы бір ауылдың тыныс-тіршілігі жайында айтады. Сонымен қатар бұл залда арнасынан тасыған өзеннің жағаға шығарған ағашы қойылған. Келушілер ағашқа отырып бейнені тамашалайды. Ал бұл көрменің екінші залы. Мұнда автор өзі дайындаған 2 бөлімді шағын роликтің премьерасы болып жатыр. Суретші түрлі техникамен жұмыс істейді. Живопись, графика, картиналар мен видеолар. Инсталляцияның да түрі бар. Оның шығармаларына шынайы өмірдегі тақырыптар арқау болады. Ал бұл зал саяси қуғын сүргін құрбандарының рухына арналады. Көрме 7 шілде ашылды. Ағымдағы жылдың 22 қыркүйегіне дейін жалғасады. Сейсенбі, сенбі күндері 11:00 мен 19:00 аралығында. Ал жексенбі түскі 12 мен кешкі 7 аралығында жұмыс істейді. Айтпақшы, кіру тегін.